Üçüncü ders söz жасам жүйелі құбылыс. Söz жасамдық бірліктер, оның ішінде толымды сөз мәселесін қарастырамыз. Сөз жасам және жүйе. Тілдің қай саласын алсақ та, қандай да бір жүйеге, заңдылыққа бағынады. Заңнан тыс, жүйеден тыс тіл бірліктері болмайды. Мысалға, фонетика саласын алсақ, ондағы дауысты дыбыстар жүйесі, дауыссыз дыбыстар жүйесі белгілі бір ретпен, тәртіппен орналасып, сөзді құруға негіз болады. Мысалға, екі дауыссыз дыбыс қатар қолданылуы, екі дауыстының қатар келмеуі, немесе үндестік заңына, дыбыс үндестігіне, буын үндестігіне бағынуы, осының барлығы да тілге жүйе құрайды. Сол сияқты грамматикада сөздердің бір-бірімен тіркесуі қандай да бір заңдылыққа бағынады. Кез келген сөз табы, кез келген сөз табымен қалай осылай байланысып тіркесе бермейді. Сол сияқты сөз жасамда да сөздердің жасалуының белгілі бір заңдылықтары, жүйесі бар. Мысалға, кез келген адам ойдан сөз құрап айта алмайды. Ол да тілде қалыптасқан белгілі бір заңдылықтарға, жүйеге, тілде бар нормаларға бағынуы керек деген сөз. Сол себепті тілдің осындай жүйелі құрылымы сөз жасам саласында да сақталады деген сөз. Демек, сөз жасам жүйесін не құрайды дегенде, ол сөз жасамдық бірліктердің жиынтығынан құралады дейміз. Сөз жасамдық бірліктерге туынды сөз, сөз жасамдық мағына, сөз жасамдық тип, үлгі, тізбек, жұп, ұя секілді негізгі бірліктер жатады. Мысалға, ән сөзінен әнші, әнші сөзінен әншілік деп жасайтын болсақ, бірінен бірі сатыланып, тізбек құрап, бұл үндестік заңына бағынып жасалып тұр. Мұның өзі де сөз жасамның жүйелі құбылыс екендігін танытады. Сөз жасам тілдің байырғы тілдегі көне құбылыс деуге әбден негіз бар. Әбден қалыптасқан күрделі сөз жасам жүйесі деп таниды. Сөз жасамның негізгі бірлігі туынды сөздер тек қана синтетикалық тәсіл арқылы жасалмайды. Олар басқа да тәсілдермен, аналитикалық, лексикосемантикалық тәсілдермен жасалып, тілдің сөздік қабатын құрайтын сөздерге кіреді. Туынды сөздер пайда болған жаңа ұғымдарды атау қажетін өтеу үшін тілімізде сөз жасам заңдылықтар арқылы жасалған сөздер деген сөз. Анар Салқынбай туынды сөздерге мынандай сипаттама берген. Туынды сөздер танылған ұғымды атау қажеттігінен пайда болатын адам ойы мен танымының нәтижесі. Олар ойдың материалдық көрінісі ретінде атаулық қызмет атқарып, номинация аспектісіне қарастырылады. Сөз жасам жаңадан атау жасаудың теориясы мен тәсілін негіздеуші сала болғандықтан, номинация теориясы шеңберінде қарастырылады дейді. Яғни тілге атау жасау қандай да бір қажеттіліктен пайда болады. Сол қажеттіліктің негізінде қоғамдық қажеттілікке, түрлі себептерге байланысты тілде жаңа ұғымдар, жаңа атаулар туындайды деген сөз. Туынды сөздер түрлі сөз жасамдық амал тәсілдердің көмегімен, түбірімен, негіздің немесе сөз тудырушы мағыналар қатысуымен пайда болып, екіншілік мағынаға ие болатын жаңа денотаттық мағыналы сөз. Туынды сөз мағынасы себепші негіз мағынасы арқылы ғана анықтала алады. Демек, туынды сөз екіншілік мағына беретін жаңа сөз. Мысалға, биші деген сөзді алатын болсақ, осы туынды сөздің жасалуына негіз болып тұрған тұлға бис сөзі. Бис сөзіне жұрнақ жалғанып, екіншілік атау пайда болды. Ол екіншілік атау биші деген адамның кәсібіне байланысты сөз. Демек, бірінші сөзіміз себепші негіз болатын болса, одан туындаған сөз екіншілік мағына беретін
сөз деген сөз. Мысалы, суретші сөзінен, суретші сөзінің бастапқы себепші негізі сурет болатын болса, шы жұрнағы қосылғаннан кейін суретші деген екінші бір мағына пайда болды деген сөз. Мысалға, жауап сөзінің мағыналары қандай? Бұл сөз біреудің сұрағына берілетін уәж, қайтарылған сөз. Екіншіден, қарсы әрекет, іс-әрекетпен қарсы жауап беру деген мәнде жұмсалады. Үшіншіден, тергеу, сот, жауап алу мәнінде қолданылады. Төртіншіден, математикалық термин ретінде қолданылады. Осындағы осы сөздердің барлығында мағыналық айырмашылық болғанмен, барлығына себеп болып тұрған сөз біреудің сұрағына берілетін жауап, уәж. Соның негізінде барып басқа схемалары пайда болған деуге болады. Негіздеме теориясы бойынша туынды сөз қалай жасалады дейтін болсақ, біріншіден түбірлестік, тектестік негізінде сөз жасамдық үлгі құрайтыны анықталады дейді Анар Салқынбай. Яғни алғаш түрлі сөздердің пайда болуына негіз сөз негіз болады деген сөз. Туынды сөз жасаудың жүйелік сипаты көрінеді. Сол арқылы этимон түбір мағынасы айқындалады. Яғни алғашқы туынды сөздің пайда болуында бастапқы түбірі негіз ретінде қалып қалады деген сөз. Үшіншіден, туынды сөз мағынасы айқындалып, әртүрлі сөз табына жататын түбірлі сөздердің мағыналық сабақтастығы белгілі болады дейді. Мысалға, аш деген зат есім болады, етістік бар, аш адам деген мағынадағы сындық мағынасы бар. Енді осы екі сөздің де туындауына себепші болған негіз сөз іші бос. Мысалға, қуыс, толмаған деген секілді мағынасы негіз болып тұр. Туынды сөздердің ерекшелігі неде деген кезде, тілде бұрыннан бар номинативті тұлғалар түрлі сөз жасамдық амал тәсілдер арқылы жаңа денотаттық мағына туғызады. Яғни бар тілдік бірліктің негізінде барып жаңа мағына пайда болады. Енді пайда болған денотаттық мағына жеке лексикалық бірлік ретінде қабылданады. Сөйтіп тілдік қабатта сөздіктің реестрлі қатарын құрайды. Үшіншіден, туынды сөз мағынасы өзінің құрайтын бөліктер мағынасынан құралып, сөздің шеткі перифериялық өрісінде негіз сөздің өздік схемасын сақтайды. Яғни бастапқы мағынасы сақталып қалады дейді. Туынды сөздің мағынасы белгілі дәрежеде фразеологиялық ауыспалы мағынаны беріп кетуі мүмкін. Туынды сөз сөздікке сөз тізбе ретінде еніп, сөздік құрамды байытуы мүмкін. Демек, туынды сөз мағынасы екіншілік номинацияның нәтижесі деген сөз. Туынды сөздерді сөз жасамдық мағынасына қарай синтаксистік дериват және лексикалық дериват деп бөлеміз. Атының өзі айтып тұрғандай, синтаксистік дериват, яғни синтаксистік туындылар, бұл контекстке, сөйлемнің ішіндегі қолданысына байланысты. Бұл жерде туынды сөз толық мәнді сөз дәрежесіне жетпей, тек контекстік сипатта болады. Мысалға, бала жылады, балаша жылады дегенде, балаша сөзі істеудің қызметін атқарып тұр, дегенмен ол толыққанды сөз ретінде сөздік сөз емес. Сондықтан ол синтаксистік қолданыс ретінде қарастырылады. Екінші, лексикалық дериватта туынды сөздің мағынасы негіз сөздің мағынасынан алшақ болып басқа бір мағынаны береді. Яғни толыққанды жаңа сөз жасалады деген сөз. Мысалы, бал, балгер сөзі, етік сөзінен етікші сөзі жасалып тұр. Енді негіз сөз бен туынды сөздің арасында мағыналық қатынас қандай болады? Жамал Оралбайдың зерттеуінде осындай 4 түрлі қатынас көрсетіледі. Бірінші, транспозициялық қатынас. Мұнда негіз сөз жасам процесінің нәтижесінде мүлде басқа сөз табына ауысады дейді. Оған мынадай мысал беріледі. Шеге, шегелі, еміз, емізік. Бірақ бұл жерде мысалдарды өте сәтті деуге болмайды. Себебі бұл жерде бірінші атаудан негіз сөзі мүлде басқа жаңа атау
жасалды, затесіне етістік жасалды деген секілді өзгеріс бар. Ал енді транспозиция болу үшін оның мағынасында мағыналық жақындық болу керек. Мысалға, айтыс деген алсақ, айтыс ақындар айтысы бар, және екеуің айтыс дегенде қимыл мәнді сөз бар. Сонда ақындар айтысының пайда болуына екеуің айтыс деген етістік мәніндегі қимыл мәнді сөз негіз болып тұр. Сонда айтыстың екінші зат атауына айналуы осындай транспозицияға байланысты деген сөз. Екінші, модификациялық қатынаста тон сөзі мағынасы негіз сөздің мағынасынан алшақ кетпейді дейді. Мысалға, үй, үйшік, қызыл, қызылырақ. Қарап отырсақ, осы жерде сөз жасалды ма, жасалмады ма, жаңа атау пайда болды ма, пайда болған жоқ па деген ой туындайды. Мысалға, үй десек, үлкен үйдің толық мәнді үй болатын болса, үйшік деген оның кішкентай түріндегі болады. Қызыл десек, түс болса, қызылырақ соның бір реңкі ғана. Бұл жерде қызылдан бөлек мүлде жаңа мағыналы сөз жасалған жоқ. Сондықтан бұл жерде мұндай қолданыстарды толыққанды жаңа туынды сөз деп қабылдау кішкене қиындау. Келесі, баламалы қатынаста бұл қатынас тон сөзінің мағынасы негіз сөздің мағынасымен теңбе-тең болады дейді. Мұнда мысалға ақш, Америка құрама штаты. Яғни Америка құрама штаты деген сөзді қысқартып алған кезде екеуі теңбе-тең тұр. Осындай қатынасты баламалы қатынас деп келеді. Бірақ бұнда да бір мәселе бар. Бұл жерде сөзді қысқартып алғаннан жаңа атау, жаңа ұғым пайда болған жоқ. Екеуі де бір нәрсенің атауы. Сондықтан бұл жерде жаңа сөз туындады деуге келмейді. Егер де осындай қысқару нәтижесінде мүлде жаңа мағыналы сөз туындайтын болса, онда оны алуға болады. Демек, барлық қысқарған сөз туынды сөз қатарына жата бермейді. Мысалға, КамАЗ деген сөзді алатын болса, КамАЗ деген машинаның атауы Каменск автозаводы деген атаудан шыққан. Толық нұсқасы сондай. Каменск автозаводы. Ал енді біз КамАЗ дегенді айтқан кезде оның осы зауыттан шыққанын есімізде бола бермеуі мүмкін, білмеуі мүмкін көп адам қайдан шыққанын. Демек, бұл жерде қысқару нәтижесінде толыққанды жаңа атау жасалды. Осындай қатынаста болатын болса, оны баламалы қатынас деп алуға болады. Мутациялық қатынас. Мутация деген сөз толық өзгеруге, негіз сөзбенен туынды сөздің арасындағы мағына мүлде бөлек болады деген сөз. Мысалға, балық зат болатын болса, жәндік болатын болса, балықшы адам деген сияқты. Мүлде басқа мағына пайда болғандықтан оны мутациялық қатынас дейміз. Жалпы алғанда, негіз бен туынды сөз арасында қандай бір мағыналық қатынас сақталады деуге болады. Енді сөз жасамда сөздің құрылымына талдаған кезде біз оны сөз жасамдық негіз бен сол тәсілінің нәтижесінде туындаған сөз жасам тәсілі беретін тұлғаға талдаймыз. Ал енді морфологияда бұдан сәл өзгеше. Демек, сөз жасамдық негіз және формат деген бөлшек бар. Енді осы сөзді талдайтын болса, осыған мысал келтіретін болса, сөздің сөз жасамдық құрылымы, мысалға, білімпаз деген сөздің негізі білім, біл емес білім. Себебі білімпаз деген сөз білімнен шығып тұр. Көрермен деген сөздің негізі көрер болып тұр да, сол туынды сөзді жасауға негіз болып тұрған қосымшамыз форматты құрап тұр. Демек, сөз жасамдық негіз және форматтан құралады. Сөздің сөз жасамдық құрылымы. Бұл жерде негіз сөз, түбір сөз болуы да мүмкін, туынды сөз болуы да мүмкін. Ал сөздің морфемдік құрылымына келетін болсақ, оны сәл басқаша қарастыруымыз керек. Мысалға, білімпаздық деген сөз бірнеше морфемаға бөлшектеп айтуға болады. Бастапқы түбірі біл, одан туынды сөз білім, одан үшінші туынды сөз, одан төртінші туынды сөз бөлініп тұр. Бірақ морфемаға бөлшектеген кезде сөздің морфемасы ол грамматикалық мағына беретін бөлшегі болу керек. Грамматикалық мағына беретін бөлшек болу керек. Бұл жерде барлығы да туынды түбірге жататындықтан бір ғана морфема деп қарастырамыз. Егер оған қосымша қоссақ, онда ол түбір мен қосымшаға ажырайды. Морфемдік құрылым деген сол
Демек сөздің сөз жасамдық құрылымы, морфемдік құрылымында айырмашылық болады. Осы дәріс бойынша қарастыратын әдебиеттеріңіз осылар. Назарларыңызға рахмет.